Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Міне біз оңтүстік Кореядамыз. Өткендегі видеоны Қазақстанда түсіргенбіз. Біз енді қазір оңтүстік Кореядамыз. Бүгін екінші айдың жетісі. Соған қарай осы видеоны осы жерде түсірейін деп жатырмыз. Бүгінгі тақырып не біздегі? Біз енді көлікпен айналысамыз. Мен артында тұрған көліктерді, ілініп тұрған көліктерді көріп жатсыздар. Сол туралы әңгіме айтайын, таныстырайын. Сол туралы айта кетейін сіздерге. Өзім жүріп, бірге көрсетіп жүрейін. Так, құрметті достар, қараңыздар. Біз оңтүстік Кореядамыз қазір. Оңтүстік Кореядамыз. Одан кейін қазіргі енді жасап жатқан, енді біз көлікпен айналысамыз ғой, көлікпен айналысамыз. Соңын көлікпен айналысқан соң осындай бөлшектерді де біз основном енді корейский бөлшектермен айналысамыз. Оны да міндетті түрде түсіреміз сіздерге. Міндетті түрде түсіреміз бөлшектерді қалай артып жатқанымызды, грузовой көліктерді, осындай легковой көліктерді. Одан кейін бізде мысалы қазір бар, оны да көрсетемін. Енді басынан бастап айтайын дегем, мына жерде көліктер осылай неге жаңа көліктердің бәрі тұр. Мынаның бәрі экспортқа баратындар. Біреу Дубайдан заказ береді, может в Россию заказ, или Қырғызстан, Өзбекстан, Тажикстан, любой мемлекетке, СССР мемлекетіне кезіндегі сол кісілерге көліктерді апаруға болады. Енді кеше комментарийлерде көрдік, біраз сұрақтарыңыз бар. Сұрақтарыңыз жаңағы жазған, қазақша дұрыстап сөйлесе дейді. Құдайға шүкір, қазақша өзім ойлаймын, жақсы сөйлеп жатырық деп. Біреулер айтады еще, не дейді, сөзің тірлігіңе ұйқаспайды дейді. Өте керемет, сондай пікірлеріңді тағы да тастай кетіңіздер. Сондай пікірлеріңізді тастай кетіңіздер. Одан кейін бағаларын айт дейді. Кешегі көліктердің бағалары, сіздер телефон номерлеріңізді кімге көлік керек болса, бөлшек керек болса, комментарға осылай жазар кезде міндетті түрде өзіңіздің телефон номеріңізбен аты жөніңізді жазып жіберіңіз. Маған осындай керек деп, мысалы, мен жазатын болсам, телефон номерін жазып, маған Hyundai Grand Deux керек 3 литрлік, болмаса Kia K7 керек 3 литрлік деп жазып кетсеңіз, сізге звондап, телефон номеріңізді алып, біз болмасақ та балалар телефон номеріңізді алып, сізге бағасын айтады. Кореядағы бағасын айтады, болмаса Қазақстанда тұрған наличие бағаларды айтады. Міндетті түрде телефон номерлеріңізді қалдырыңыздар, әр сұрақ қоятын кезде. Енді тағы да басқа комментарийлерді оқыдым, оларға енді бәріне бірдей әлі жауап бере алмаймыз. Соған қарап комментарийлерді қарап осы сұрақтарды айтып жатқам. Енді біз бүгін екінші айдың жетісі, сол келіп мына жердегі көліктерді біраз түсіріп, осы нәрселерді түсіндіріп, ютубқа тікелей саламыз, без монтаж видеоларды. Құрметті достар, жаңадан келген достар болса, біз көлікпен айналысамыз. Подписать етіп, өздерінің пікірлеріңізді, көлік іздеп жүрген, бөлшек іздеп жүрген, одан кейін жаңағыдай именно осындай, бізде енді көбісі біледі ғой, Медина Груп компаниясын. Так, ютубтың адамдары кішкене басқаша, тикток, инстаграмнан басқа. Все равно өздерінің сұрақтары бар, басқалары бар. Одан кейін жаңағыдай басқа қаладан осылай ашам, осындай бөлшектерді істеуге болады, франшизаны сұрап жатса, ол да бар мысалы. Бәр жағына келісуге болады. И кімге біз алып барып жатырық, мысалы Шымкент қаласына только Старекстер керек. Мен артында тұрған сияқты осындай Старекстерді, ол кісі Старекспен айналысады, только Старекстерді апарып жатырық. Бір контейнер, екі контейнер, жылына 3 контейнер жіберіп беріп отырмыз. Довольно, бәрін көрсетіп, қалай салып атқандарын бәрін, қалай салып бер, қалай артып бер деген бәрін сол кісінің айтуымен онлайн жасап отырамыз. Бір үйреніп, бір каналды жолға қойған соң, солай постоянно жасалып тұрады. Ылғи солай жасалып тұрады, то есть, сондай сияқты тіршіліктер бар. Кімде кім бөлшектерді осылай бізге осылай істеп беріңіз, мынандай көліктер керек, мынандай көліктер десеңіз, сол туралы жасап береміз. Бәр нәрсе келісімді, бәр нәрсе ашық, солай жасалынады. Так, енді айтарын бәрін айттым, енді жүре айта кетейін. Осындай оңтүстік Кореядағы көліктер
кээ биреулер сууга баткан. Мына жерде 70%, 50% сууга баткан көлүктөр сууга енді ар түрлүү жагдайда батат. Ар сезонда бу жерде Кореяда жазда жаңбыр жаабатын убакыт бар. Сол жаңбыр жауган кезде бuyakta машиналардын баары страховкада жасалынган, страховкасы жасалынган. Сол страховка страховая компания ар бир эгелерине машиналарына кайта машина алып берет. Болмаса жанагындай сууга баткан соң жаңбыр жаабат, жаңбыр жауган соң сууга баткан соң олар страховая компаниясы өтө дамыган го, биздики сыяктуу эмес. Жанагындай артынан бир жыл жүрөсүң го страховаяны. Болмаса келисип өз машинаңды жөндөй, сен өз машинаңды жөндөйсүң деп бизде сондай жасалынат. Енді бuyakта ондай эмес. Дамыган мемлекетте, Япония, Кореяда, Америкада мисалы сразу страховой компания акчасын берет, жанагы новый Porsche алып берет мисалы. Сол сыяктуу осулардын баары сууга баткан, тагы да башка себептерден урулган, соолган сондай көлүктөр болгон соң ошол жерде целый бүтүн көлүктөрдү коюп сатат. Одан кийин жанагындай биз сыяктуу ошол жерде инострандар жүрөт, биз сыяктуу инострандар жүрөт, солар келип ошол жерден бир көлүктү алып, кесип алып кетет, капотун алып кетет. Ну, в общем, бир көлүктү алат. Көлүктүн багасы енді багасы бәріне багасы дейді. Багасы жанагындай телефон номерге калтырып кетсеңиз, сизге звондап багаларын айтамыз. Енді бул жерде мисалы Porsche, енді Porsche'нын өзүнүн бир фарасынын өзү 500 000 теңге турат, аны билесиздер. Porsche енді керек болса айтасыздар, болмаса тагы да осылай сүрөткө түшүрүп, мынанын багасы деп айтсаңыздар, айта жүрөбүз. Енді жобамен ошол жерде турган 21, 22, 23, 24, 25 жылга машиналар бар. Сүрө кетейик. Солардын багалары 3,5 миллион теңгеден, целый машинанын өзү 3,5 миллион теңгеден 4,5-5 миллион теңгеге дейин. Енді машинанын состояниясына, onun историясын көрөсүң, сууга калай баткан. Сууга баткан буларда дөңгөлөктөн кичкене асса болду, уже мисалы страховой компания анаган бир машина алып берет. Ол сууга батты деген сөз оларда. Мына толса, моторго жетпегени бар, ар түрлүү жагдайлар бар да. Бизде мисалы солай машина кылып сетсең де болот. Алып кетип машина кылып сетсең де болот. Мисалы артынан бир кырга туруп калат, осылай кырга туруп калса, артынан баткан бар, мисалы артынан батат, булай мотор жак целый деген сыяктуу да. Сондай сыяктуу жагдайларда болот. Енді жалгыз көп бизде кар жауып кетти азыр. Ауа райы осындай сууктау. Мына жерге камерага азыр камераны бир сыртып жиберейин. Кар түсүп кетти. Айттым, видео монтаждалмайт. Осылай как есть, солай жасалынат. Тагы да туруп калды ма? Билмейм. В общем, осындай. Мына Porsche Cayenne 70 гибрид, мыналар Genesis'тер. BMW кимге интерес болса, BMW-ны да сурасаңыздар болот. Genesis'тер, Hyundai Sonata жанагы биздеги Hyundai Sonata. Одан кийин Mercedes'тер. Бул жерде енді ар маркамен айналысат. Mercedes керек болса Mercedes, Дубайга алып кетет. Буны мисалы арабтар, соң бар, булардын өзүнүн маржасы бар. Дубайдан биздин Казакстанга башка жакка тасыйтын болот. Mercedes тоже жылдардын баары жаңа, төбөсүндө BMW. Одан кийин машинанын калай шашатынын да көрсөтөбүз азыр. Биз эртең машиналарды артатын кезде, запчастьтарды артатын кезде тагы да міндетті түрдө видео түсүрөбүз. Соң кийин осы Кореяда жүргөн кезде айтып койсоңуздар болот, кандай видео керек, кандай нерселер керек, соларды айта жүрсөңүздөр, эндиги видеого сол нерселерди салатын боламыз. Мыжый бермей тез видеоларды көрсөт деген кишилер бар комментарда. Жанагындай енді үлкен кишилер бар, өзү отуруп алып осы нерселерди көрөт. В общем, BMW жаңа машиналар, даже родной краскадагы машиналар, Audi десеңиз Audi, Mercedes Банан десеңиз Mercedes Банан. Mercedes Банан. Мына жакта тагы да бизге керектүү машиналар бар. Биз осуларды алып, осуларды кесемиз. Биз енді только корейский, мен болмаса корейский көлүктөрдү аламыз. Только Sonata, Hyundai Sonata таза, мисалы, родной краска, мисалы. Осылар мисалы 3,5 миллион теңгеде, мисалы, ошол жерде 3,5 миллион теңге 2019 жылга. Кожун салон мындай көрдүңүзбү? Саргайып туруп уже. Суу
осы жерге дейін кірген уже. Примерно осы жерлерге дейін кірген. Көрдіңіз бе міне? Даже іздерде тұр да мысалы. Былайына кірген. Иә. Сол жақта міне 18 жылғы винкоды. Иә. Оталатында бар, жүретінде бар. Біреуін так. Оталдырып көрейік. Болып жатса. Жоқ, батарейка шық. Кілт тұр ішінде. Батарейка шық. Кожаный салон. Енді дерево, память сиденья міне. Комплектациясы осындай машиналар мысалы 3,5 миллион теңге. Осы жердегі бағасы апару бар. Басқасы бар. Мини Купер. BMW. Мынау Grandeur біздің көзімізше сатылды. Гибрид мысалы. Гибрид полный комплектация. 360 камера. Крыша панорамасы 22 жылғы. Осы қанша? 3 миллион 800-ге ме сатылды? 3 миллион 800-ге сатылды. 3 миллион 800-ге сатылды. Сол сияқты BMW, Tesla да бар. Бөлшектері керек болса, отдельно айтсаңыздар болады. Міндетті түрде номерлеріңіз қалдырыңыздар. Оны Hyundai Grandeur, Audi A7, Seltos, біздің популярный Audi A7, мысалы 3 литр турбо. Так что осындай жағдайлар, ағайын бауырлар, жаңағы бөлшекпен айналсам, или айналысып жүрген адамдарға осы видеоларды жіберсеңіз болады. Бұдан кейін ар жақта тағы да қызықты қалай кесіп жатқандарын да көрсетейік. Қалай кесеміз, қалай шашылады деген сияқты. Соната, мынау Саньонгтан шыққан, по-моему, төбесіндегі Соната. Бізге керектер осы мынау гибрид, мынау бензин Соната байғұс қара ілініп тұр осы жерде. Одан кейін енді көрсете берсем машиналар көп қой, жаңа айтадым ғой. Мынау Genesis'тер, Mercedes, Morning, Kia Morning алдынан қалай жапырылып кеткен мысалы. Осындай деген сияқты свалкаға келеді. YouTube. YouTube өлігі. Одан кейін көліктерді міне осылай шашып, осылай жасап, осы жерде бөлшектерін бәрін жинастырып, жаңа біздің елге жіберуге болады мысалы. Қандай көлік керексіз? 그러면 씌울게요 여기. 네네 알겠습니다. В общем, так мынандай старектер бар мысалы. Кімнің қандай маркаға керек, соларды жазсаңыздар болады. Мыналар 25 жылғы Mercedes'тер, 3 литр бензиндер. Audi тұр, BMW тұр. Осылардың бәрін целиком кесіп апарса болады. Кес десеңіз кесеміз. Жоқ, жаңағындай олса силикон керек десеңіз, силикон апарып береміз. Машина қылам десеңіз, машина қылсаңыз да болады. Әртүрлі жағдайға. И осындай легкое повреждение BMW-лер де бар, семеркалар. Так, енді көрсете берсек машина көп. То есть айтпақшы, кім Кореяда, оңтүстік Кореяда жаңағы бізде екінің бірі емес, үштің бірі Кореяда жұмыс жасайды. Сол кісілерге айта жүрсеңіздер болады, ол кісілердің заттары болса, оңтүстік Кореядан $4, $3 заттарын полный жіберіп береміз. Біреуге мафет керек, біреуге мотоцикл керек деген сияқты. Біреуге мынандай керек, Ягуар да бар міне. Міндетті түрде Audilар, BMW, Mercedes Купер, спортивный. Одан кейін грузовой көліктерді видеоға түсіреміз. Осындай грузовойларды апарып беретін боламыз. Мынандай Santa Fe'лер бар, Carnival, ескі көліктерден. Одан кейін енді айтқан көліктеріңіз бәрін жасап береміз. 4WD мынандайлар да бар мысалы. Осыларды апарып береміз. Міне біздікі кесетін основном осындай Hyundai Grandeur'лерді. Осылардың мордасын кесіп барамыз, есіктерін бәрін шашып, фараларын бәрін алып, дөңгелектерін алып, сөйтіп Қазақстанға жібереміз. Қаңқаларын мына жерде қалдырамыз, керектерін апарамыз. Volvo, Mini Cooper, Audi мысалы, Audi, одан кейін BMW, одан кейінгі көліктер тағы да именно бізге керек көліктердің бәрін осы жерде основном жаңа мен айтып отқандағындай
кімде кім Кореядағы заттары болса, басқа заттар, басқа товарлар болса, оларды да жазсаңыздар болады. Телефон номерлерін міндетті түрде қалдырыңыздар. Телефон номеріңізді біз сіздерге хабарласып, жаңағы жеткізе алмай жатқан заттарыңызды жеткізіп береміз. Даже осыны сақтап алыңыздар ойыңызға. Кімде кімге осындай Кореядан заттарын жеткізу керек болса, біздің номерді болмаса осы видеоны жіберсеңіз, біз жасап береміз, әкеп береміз Қазақстанға дейін. Хоть строительный материал, хоть басқа сендвич панель деген сияқты сондай көп нәрсе. Міне Kia Sportage, Kia Sportage, Kia Sorento, міне Hyundai Grandeur, Santa Fe, осылардың бәрі тұр. Осылардың бәрін жайлап алып, кесіп, жайлап енді осы бөлшекке де біз толық кірісіп жатырық, толық. Santa Fe, қараңыздар, 21-23 жылғы Santa Fe'лер, Grandeur'лер, осылардың мордаларын кесіп апаруға да болады. Одан кейін мынау целый ком машина, родной краскадегі машиналарды апаруға болады. Одан кейін өз машиналарыңыз жаңағындай, өз машиналарыңыз айтып біліп қалыңыздар, өздерінің машиналарының шаршап қалған машинасы болса, документі болса, соң орнына өз жерден жүретін машинаны алып баруға болады. Қандай машина болса да. Kia, осының атын ұмытып қалдым. Пикап қой, жаңадан шыққан, 25 жылы шыққан пикап. Тасман, Kia Тасман. Одан кейін Саньонгтар, неден шыққан. В общем, Grandeur, енді айта берсем көп. Мынау Grandeur, міне основны бізде AJ. Осы Grandeur'лерді, мысалы, 3 миллион, 3,5 миллионнан өшетін аласың, полный комплектация. SM6 дейді, бұл Samsung'тан шыққан. Sportage, новый Sportage, міне. Осыларды да кесіп апарса да болады. Міне, новый Sportage. Одан Grandeur. Енді корейский машинамен айналысқан соң, міне, мынаның артында су кірген жері, по-моему, мысалы, алдынан кірмегенді, мысалы, мына жерде уже маған жетпеген. Сондай сияқты ғой, міне. Sorento тұр, Kia K5 тұр, Kia K5 22 жылғы, 21 жылға. Енді көрсете берсек, көліктер көп. Santa Fe, Grandeur, AJ, жаңағы осы көліктердің бәрін апаруға болады, достар. Міне, мынаның уже міне полдар міне көрініп жатыр да, суға батқаны. Кузовнойларын бәрін алсақ болады. Основном бізде кассаправтар көп көреді ғой. Может быть, өздерінің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздерге де осындай запчастьтар жеткізіп береміз. Асық негізі бізде енді запчастьпен, кузовной жұмыспен жасалған соң кассаправтпен дос болу керек бізде. К8, мынау алдымызда тұрған К8 S-класс Mercedes, Grandeur AJ, К9, Grandeur, Aslan деген көлік. Lexus гибридтер де бар, міне Lexus'тың. Одан Grandeur, Elantra, Avanta осындай. Мысалы, сіздің Avantаңыз, Elantrаңыз жанып кетсе, ДТП-ға жарамай осындай болса, мысалы, бізде көп қосындай, морда керек, болмаса крыша керек деген сияқты бәрін осы сервиком апаруға болады. Оның бәрін телефонмен шешеміз онлайн. Grandeur, Sonata, Elantra, Rio, Kia Rio. Kia Rio'ңыз болса, жақтан Kia Rio апарып берем. Сіздікі жарамай қалған жағдайда, жақсы жағдайда 100 мың, 130 мың пробегпен, 150 мың пробегпен осындайларды апаруға болады. Так, Kia K5 біздегі популярный жастардың Hyundai Sonata, Honda CR-V, кімге қандай машина, Lexus, Grandeur. В общем, мұны моторлары тұрған. Одан кейін Palisade. Қара, Palisade. 23 жыл Palisade'ыңыз жанып кетсе, осы Palisade'тарды апарып айдап жүрсеңіз болады. Жеті орындық капитанский суға батқан екен, плотно. Бұны уже только кузовнойға сету керек. Мына жаққа дейін кірген екен, қара. Сондай сияқты әртүрлі жағдайлар бар. Мынау полный былай батқан ғой, онда. Сол сияқты міне өстіп машиналардың бәрін тексеріп көреміз. Сонаталар бар деген сияқты. Міне Grandeur көк салон. Мынау да міне мына Sonata бар 21 жылғы.
міне мынау да біраз суға батқан. Осы сияқты көліктерді осындай қызметте жасаймыз. Құрметті достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Міндетті түрде қандай бір сұрақ қоятын болсаңыздар, телефон номерлеріңізді қалдырыңыздар. Жаңағы енді диванда отырып алып, мынаны айтып, жұмыс жасамайтын, өз-өзін асырай алмайтын адамдар емес. Міндетті түрде жақсы пікір қалдырады, еңбек етемін, ізденемін, табамын деген кісілер бар. Мысалы, сол кісілер сияқты тікелей телефон номеріңізді қалдырсаңыздар, осындай жұмысты бірге жасасақ болады. Сондай, құрметті достар, ал сіздермен бірге Медина Груп компаниясы сайлау оңтүстік Кореядан не керек, бәрін айтыңыздар, сол нәрселерді жеткізіп беретін боламыз. Аман болайық, достар. Алда тағы да қандай видео түсіру керек екенін айтыңыздар, сол видеоларды түсіретін боламыз. Аман болайық. Бүкіл машиналардың бәрін көрсетіп шықтым. Примерно айттық, сөйлестік. Енді пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Жақсы. Аман болайық.